الرحيم. الدرس 48 48 сабақ. Сөздіктер әлләзи исму маусул өзінің алдындағы сөз сипаттайды. Яғни қазақша сондай деген мағынаны беруге болады. Әлләти әйел тегіндегі исму маусул, әлләзина ер тегіндегі көпшілігі, әлләуати әйел тегіндегі көпшілікке айтатын исму маусулдар. أنا الذي أعلم هذا التلميذ. бұл оқушыға білім беретін менмін. أنا الذي خدت هذا اللباس. бұл киімді тіккен мен. أنت الذي كتبت هذا المكتوب. бұл хатты жазған сен. أنت الذي اشتريت هذا الكتاب. бұл кітапты сатып алған сен. أنت التي تعلمين هذه التلميذة. бұл оқушы қызға білім беретін сенсің. أنت التي تقدمين لنا شيئا. бұл шайды бізге алып келген сенсің. немесе әзірлеген сенсің. هل رأيت التلميذ الذي جاءنا أمس. кеше бізге келген оқушыны көрдің бе. المرأة التي تعلم التلميذات تسمى معلمة. қыз балдарға сабақ білім беретін әйелді муаллима деп атайды. Ал-хатаятухунна лавати яхитна сияб. киім тігетін әйелдерді хатаят тігіншілер деп атайды. Иза лам тастаджил дава аллазина аътакаху табибу ла ташфа абадан. егер сен қолданбасаң дәрігер берген дәріні ешқашан ем болмайды. التلميذات التي لا تطيع معلمتها لا تكون محبوبة. мұғаліміне бойсынбайтын қыз бала сүйкімді болмайды. جاءني صديقي الذي أحبه كثيرا. маған келген досым, қатты жақсы көремін, маған келген досымды. يقول للرجال الذي ليست له زوجة عزبا وللمرأة التي ليس لها زوج عزبا. әйелі жоқ кісіні азаба бойдақ дейміз, ал күйеуі жоқ әйелді яғни азабатан күйеуі жоқ әйел деп айтамыз. يقول للرجل الذي يحسن إلى الفقراء كريما. кедейлерге жақсылық жасайтын кісіні карим, жомарт деп айтамыз. البنت التي رأيناها أمس في الشارع الواسع هي ابنة محمود. кеше кең көшеде көрген қыз бала ол махмудтың қызы. التلاميذات الذين رأيناها قبل الظهر في الجنينة يتعلمون في المدرسة الحسينية. бесіннің алдын бақшада көрген оқушылар Хусейни медресесінде оқиды. الرجل الذي يعلم الأولاد يسمى معلما. балаларға білім беретін кісі муаллиман дейміз. الرجل الذي رأيناه أمس في بيتنا هو مؤذن المسجد الحسينية. біздің үйде кеше көрген кісі Хусейния мешітінің азаншысы. 48-ші тәмрин. қазақша сөздерді арабшаға аудару. кеше біздің үйге келген кісі мұғалім. الرجل الذي جاء أمس
юсамма муаллиман. Қыздарды оқытатын әйел мұғалімі деп аталады. المرأة التي تعلمين البنت يسمى معلمة. бұл оқушының мұғалімі мен. أنا الذي أعلم هذا التلميذ. дәрісті жақсы оқыған оқушыға мына кітапты беремін. أعطوا الكتاب الذي يحسن الدرس هذا الكتاب. балаларды оқытатын кісіні мұғалім дейді. الرجل الذي يعلم تلاميذه يسمى معلما. кедейлерге жақсылық жасайтын адам жомарт деп аталады. الرجل الذي يحسن إلى الفقراء يسمى كريما.